Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздерменен ағылшын тілін үйрену және оның ішіндегі listeningнің, яғни тыңдалымның маңыздылығын үйренеміз. Осы уақытқа дейін сіздер ағылшын тіліндегі тыңдалымның, listeningнің пайдасы бар екенін білесіздер, бірақ ол қалай жүзеге асады, қалай онымен жұмыс жасаймыз, және ол бізге қалай көмектеседі, қалай тыңдаймыз, ағылшынша не тыңдаймыз деген сұрақтар сіздерді мазалаған болуы мүмкін. Бүгін біз соны сіздермен бірге талқылаймыз. Ағылшын тілінде не тыңдаймыз деген сұраққа әлбетте ең бірінші өзіңіздің жүрек қалауыңызға сай, өзіңізге ұнайтын өлең, кез келген өлең. Мысалы үшін маған perfect өлең ұнайды. Интервью, кез келген интервьюді қарасаңыздар болады. Мультфильм, өзіңізге ұнаған мультфильмді қарайсыз. Өзіңізге ұнайтын фильмді қарайсыз. Сериал болсын, өзіңіз жүрегіңіз қалаған фильм ағылшын тілінде қараймыз, тыңдаймыз. Подкаст тыңдауға болады. Подкаст дегеніміз қазір айтып кетемін. Алдағы уақытта айтып кететін боламын. Өздеріңізге ұнайтын өлеңді табасыздар, мультфильмді табасыздар, өздеріңізге ұнаған фильмді қарайсыздар. Енді оны қалай тыңдайсыздар, немесе қалай қарайсыздар? Ең алдымен өлеңнің аудармасын білмесеңіз, аударып алуға кеңес беремін. Өлеңді аударып аласыз, сосын барып субтитрмен тыңдап алған дұрыс. Субтитр дегеніміз өлеңнің астында не айтылып жатқан туралы ағылшынша тексті жазылып тұрады. Соны субтитр деп атаймыз. Сосын субтитрді өшіріп тастап, оны да тыңдайсыздар. Яғни ютубқа салсаңыздар, субтитрмен деп жазасыздар, және субтитрді өшіріп тастауға да болады. Өлеңді бірінші әншімен бірге айтасыздар, сосын өлеңді тоқтатып қоясыздар да өзіңіз айтасыз. Өлеңді бірінші әншімен айтасыздар, қосылып, ал сосын өлеңді тоқтатып қойып өзіңіз айтасыз. Бұл өте сіздерге қатты пайда беретін техниканың бір түрі, достар. Түсінікті ғой, субтитрмен тыңдаймыз, субтитрсіз тыңдаймыз, өлеңді әншімен бірге айтамыз, өлеңді тоқтатып қоясыз да, қайталайсыз, тоқтатып қоясыз да, қайталайсыз. Бұл әдетті сіз күніне 10 рет айтсаңыз тамаша болар еді. Себебі қайталау білім анасы деп жатады ғой. Одан сайын сіздің практикаңыз көп болған сайын ағылшынша сөйлеу деңгейіңіз де одан ары аса береді. Жаңа айтып кеткендей, субтитр дегеніміз сол сіз тыңдап жатқан тілдің ағылшын тілі болса, сол ағылшын тілінің тексті не айтылып жатқаны астына жазылып тұрады. Мына жердегідей. Олар сөйлеп жатады, астында сол не айтқаны жазылып тұрады. Сіздерге өте қатты пайдалы болады. Бірінші субтитрмен тыңдаңыздар, сосын субтитрді өшіріп тастап тыңдаңыздар. Өте күшті көмектеседі. Сонымен қатар не тыңдаймыз дегенге мен сіздерге TEDx, яғни бұл әлемдік деңгейдегі қандай да бір адамдардың өз ойын әртүрлі тақырыптарда жеткізеді. Бұл әлем бойынша әртүрлі жерлерден келіп, өз ойын айтып, талқыға салатын жер. Монолог дегенге келеді. Бұл жерде сіздер өздеріңізге ұнаған, өздеріңізге керек тақырыптарды алып тыңдасаңыздар болады. Мен TEDx'тің немесе TED-тің каналын сілтемесін қалдырып кетемін өзімнің осы видеомның астында. Бұл ютубта. Оны да субтитрмен немесе субтитрсіз тыңдауға болады. Бұл да ағылшын тілінің деңгейін көтеруге өте үлкен себеп болады. Егер де сіз үнемі тыңдап жүрсеңіз, практика жасап жүрсеңіз, жай ғана тыңдап қоймай, қайталап, тоқтатып қойып, айтып, аударып, күніне 3-4 мәрте тыңдасаңыз, сіз жетістікке жетесіз. Жаңа айтып кеткендей, подкаст бұл ағылшынша тыңдалым, аудирование, listening. Яғни ол жерде
сіздер Play Market'тен немесе App Store'дан өздеріңізге жүктей аласыздар. Бұл қосымша. Ол жерде өздеріңіздің деңгейлеріңізге байланысты көптеген диалогтар бар. Сол диалогтарды сіздер тыңдау арқылы өздеріңіздің тыңдалымдарыңызды көбейтіп, ағылшын тіл деңгейлеріңізді өсіре аласыздар. Ол жерде субтитрмен бар, және де тыңдалымның соңында тест береді. Яғни сіз соны тақырыпты қаншалықты қамтыдыңыз, қаншалықты үйрендіңіз. Сіздерге бұның да сілтемесін қалдырып кетемін. Яғни Play Market'те немесе App Store'ға кіріп, бірден жүктей алатындай етіп. Енді listeningнің пайдасын айта кететін болсам, өте көп пайдасы. Бұл жерде 1-2 ғана жаздым мен. Ең бірінші бұл сіздерде ағылшын тілін үйренуге бірінші қадам. Екінші, бұл сіздердің произношениелеріңізді дұрыстауға көмектеседі. Қалай айтылу керек, әрбір сөз қалай айтылады, әрбір дыбыс қалай шығады, қай жерде қалай сөйлеу керек екенін бәрін үйретеді. Ағылшынша түсінік қалыптастырады. Ол міндетті түрде. Ағылшынша тыңдай берсеңіз, сіздер ағылшынша түсіне бастайсыздар, ағылшынша ойлай бастайсыздар. Сонымен қатар сөйлеу деңгейі, яғни speaking, міндетті түрде ол көтеріледі, ол гарантия бар. Бірақ бір рет тыңдаудан емес, күніне 10 шақты рет тыңдау керек, достар. Лексикалық, грамматикалық қателіктерді сақтайды. Яғни тыңдап жүру арқылы лексикалық жаңағы қалай айтылу керек, сөздерден және грамматикалық present simple, past perfect деген сияқты, conditionals деген сияқты міндетті түрде ол listeningде болады. Сіздер сол қателіктерді жасамаудың алдын алады, үнемі тыңдау. Осы ағылшын тілінің ең үлкен методтарын қолдану. Енді сіздер достар ағылшын тілін үйренгіңіз келсе, міндетті түрде өздеріңіз ұнататын тақырыпта, сіздер оған қызығу керексіздер, ол тақырыпта қызықпасаңыздар қиындау болады. Сол тақырыптарда кино көріңіз, ән тыңдаңыз, подкаст тыңдаңыз, TEDx және TED тақырыптарын қарап шығыңыз. Әрбір іс 21 күнде әдетке айналады дейді ғой. Яғни бір ай бойы, 21 күн бойы осыны тыңдай беріңіздер. Бір күні 5 рет тыңдауыңыз мүмкін, бір күні 2 рет тыңдаңыз, жалпы тоқтамаңыз. Тыңдай беріңіз, тек алға жүре беріңіз. Жаңағы сіздерге подкасттың сілтемесін видеоның астына қалдырып кетемін, достар. Достар, оқыған озады, өздеріңіз білесіздер. Білімді мыңды жағады дейді, білекті бірді жағады дейді. Білімдеріңізбен көп адамдарды өздеріңізге бағындыра аласыздар, достар. Оқыңыздар, озыңыздар, менің YouTube каналыма тіркеле кетіңіз. Себебі алдағы уақытта мен сіздерге көптеген ағылшын тілін үйренуге пайдалы болатын подкасттар, пайдалы болатын тақырыптар, пайдалы болатын информациялар беріп өтемін. Оқыңыздар, озыңыздар, сау болыңыздар.